Таптырмас ем. Құйрық майдың біз білмейтін қандай пайдасы бар? Баршаңызға сәлем достар. Видео сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Ежелде құйрық майдан дәрі жасап көптеген ауруларды емдеген. Емдік дәріні дайындау үшін сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майды араластырып әбден ерітеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы теміреткіні, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы да басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған. Сәби сымбатты болып өседі. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал етеді. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар, ересектер мен балалар салқын дегенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізеді. Балалардың тамағы ауырғанда, дәрі ішіп жөтелі басылмай қойған кезде құйрық майды ерітіп беруге болады. Бұл майды ерітудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар, ол еріткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып біраз суыған соң 4-5 шай қасық балаларға беруге болады. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Құйрық май таңып қойған. Бұрындары майды туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданған. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.